Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Орысқұл Шошқан Мухаряпов қазақты малға теңегені үшін прокуратура оны арест жасайды. Ал түрмеде полиция оны ең қатал братва арасына отырғызып, Рамилдан Рамина атты қыз жасаймыз деп уәде беріпті. Достар, Мухаряпов осындай жауапқа тартылуы керек па, әлде ол ешек татарды кешіру керек па? Өз ойыңызды комментарийге жазып, видеоға лайк қойыңыз. Ал енді бастайық. Мәжілісмендер Чакалов компаниясының иесі Рамил Мухаряповтың қазақ тіліне қатысты мәлімдемесіне байланысты бас прокурорға жүгінді деп хабарлады депутат Еділ Жаңбыршин. Құрметті Берік Ноғайұлы, жоғарыда аталған мәселеге байланысты арандатушылық әрекеттерге барған Рамил Мухаряповқа қатысты қылмыстық кодексінің 174 бабының 1 тармағына сәйкес заңды шара қолдануыңызды сұраймыз делінген депутаттық топтың хабарламасында. Халық резонанс тудырған қазақстандық кәсіпкердің мәлімдемесіне депутаттар назар аударды. Олар мұндай әрекеттер елдің тәуелсіздігіне, ұлттық мүддесі мен тыныштығына қайшы және нұқсан келтіреді деп есептейді. Жаңбыршин қоғамдағы қазіргі жағдай мемлекет тарапынан тілдің мәртебесі туралы заң қабылдайтын уақыт жеткенін көрсетеді деп жазады. Үндеуге Жаңбыршин, Абақанов, Абасов, Адамбаев, Әбсеметова, Әшімжанов, Әміреев, Бейсенбаев, Дүйсенбиев, Құлахметов, Мұсабаев, Нақбаев, Ожаев, Рамазанова, Сайыров, Сарым, Сүлейменова, Ташқараев, Тәжмағамбетова, Тұрғановтар қол қойған. Еске салайық, бұған дейін Мухаряповтың қазақ тіліне, қазақтардың ұлтшылдығына, мәдениетіне қатысты мәлімдемесі әлеуметтік желіге тарап кеткен болатын. Қазақстандықтар Мухаряповтың қазақ тіліне деген көзқарасының дұрыс еместігіне, оның сұраған кешірімнің шынайылығына күмәнданатындарын жазды. Көптеген тұрғындар Чакы жобасының сайттарын тексеріп, платформаларда қазақ тілін таңдау мүмкіндігі жоқ екенін растады. Артынша журналист Айбар Олжаев Мухаряповтың сөздерінің халық арасында араздық тудырғанын айтып, оны тексеруді сұрап прокуратураға жүгінді. Көт үшін құпия сатқан Қайрат. Масимов ең алдымен Назарбаевтың інісі Қайрат Сатыбалды қатыншыл екенін айтты. Бір күні қасиетті жұма деп кешке Қайрат Сатыбалды жұмыстан кейін үйіне емес, қымбат жезөкше әйелге барды. Қарым-қатынас барысында ол шамасы тақырыппен айналысып, немесе жай ғана сөйлесу үшін оған дайындалып жатқан арнайы операция туралы айтты. Бұл оқиға 2009 жылы Ақорда мен Нұрсұлтан Назарбаев, Банк, Ақты Мұхтар Әблязовтан, дәлірек айтсақ, мемлекет пайдасына тонап кеткен, құтқарғаннан кейін болды. Естеріңізге сала кетейік, елбасы мен ол басқарған ұйымдасқан қылмыстық топтың бұл арнайы операциясы ақыры ел үшін орасан зор шығынмен аяқталды. Банкі, Ақты құтқару үшін жалпы сомасы 20 миллиард долларға жуық шығын жұмсалды, бірақ ол ақыры аяқталмай қалды. Сонымен Әблязов Қазақстаннан кетіп, Лондонда болғаннан кейін, ал құтқарушылардың алғашқы толқыны мемлекет басып алған қаржы институтында игерілгеннен кейін банк қызметкерлерін жаппай ұстауды жүзеге асыру туралы шешім қабылдады. Ең алдымен, олар Әблязовқа жақын және оның сенімді адамдарды билік бұтына ағаш тыққысы келді. Екінші жағынан, банктегі техникалық позицияларда отырғандар, олар сезімтал ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік берді және сәйкесінше тергеуге көмектесе алды. Бұл арнайы операция үлкен құпияда дайындалды. Ал оған қ және арнайы қолдау бөлімшелерінің көптеген қызметкерлерін тарту көзделгендіктен, олар банк қызметкерлерін кешіктіріп, жауап алуға ғана емес, сонымен қатар олардың қызметтік кабинеттерінде және тұрғылықты жерінде тінту жүргізуге тиіс болғандықтан, арнайы схема дайындалды. Бұл схема шеңберінде жеке орындаушылар мен топ жетекшілері арнайы операция басталар алдында ғана не істеу керектігін білуі керек еді. Алайда дүйсенбіде қ қызметкерлері бұйрықты орындай бастағанда, банкі Ақының кімді ұстау керек және кімнің кабинеттері мен тұрғылықты жерлерін тінту керек екендігі, үйде де, жұмыс орнында да жоқ екендігі анықталды. Біраз уақыттан кейін бұл адамдар, 100-ден астам адам отбасы мүшелерімен бірге Бішкекке шығарылғаны белгілі болды. Сол жерден адамдардың бір бөлігі кейінірек Алматыға оралды, ал қалғандары қазақстандық биліктің қолы жетпейтін аймақтан шығып, әрі қарай жүрді. Енді көптеген жылдар өткен соң, біз алдағы арнайы операция туралы ақпараттың қалай шыққанын айта аламыз. Шындығында, жұма күні кешке Қайрат Сатыбалды жұмыстан кейін үйіне емес, қымбат жезөкше әйелге барды. Қарым-қатынас барысында ол шамасы тақырыппен айналысып, немесе жай ғана сөйлесу үшін оған дайындалып жатқан арнайы операция туралы айтты. Өз кезегінде әйел сенбіде бұл ақпаратты басқа біреуге алып айтып берді. Нәтижесінде сенбі күні кешке қызметкерлеріне қарсы арнайы операцияны дайындау туралы ақпарат дұрыс жерде болды. Содан кейін соққыға жығылуы мүмкін барлық адамдарды шығару туралы шешім қабылданды.
Жексенбі күні кешке Бішкекке автобустармен 100-ден астам адам шығарылды және өте ыңғайлы қонақ үйі бар шұғыл жалға алынған туристік базаға орналастырылды. ООХ қызметкерлерінің құнды ақпараттың ағып кету арнасын орнату әрекеттері нәтижесіз қалды. Кеткендердің қайда екендігі туралы олар тез білді. Өйткені әкетілгендердің арасында олардың сексуалдылығы, яғни құпия қызметкері болды. Бірақ бірдеңе істеу үшін уақыт қажет болды. Ал ООХ де бұл оқиғаға қол бұлғап, ұмытып кетуге тырысты. Кәріске сатылған комитет. Инсайдерден тағы бір оқиға. Бұл біздің оқырмандардың басым көпшілігін қызықтырады, және олардың біреуінде күлкі тудыруы мүмкін. Кәрім Мәсімов пен оның ұйымдасқан қылмыстық тобынан кейін ООХ-де тәртіп орната отырып, Ермек Сағынбаев өзінің ведомствосына тиесілі мемлекеттік автомобиль нөмірлерінің бір бөлігін оған қатысы жоқ адамдар пайдаланатынына тап болды. Неге анық? Автомобиль жолдары мен автомобиль жолдарын бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын полиция қызметкерлері мұндай нөмірлері бар көліктердің кімге тиесілі екенін бәрі біледі, және олар жол ережелерін өрескел бұзса да, оларды тоқтатпауды жөн көреді. Сонымен ООХ-ның бұрынғы екі төрағасы, атап айтқанда Нұртай Абықаев пен Владимир Жұмаханов осындай автономерлерді заңсыз пайдаланушылардың қатарында екені белгілі болды. Тиісінше Ермек Сағынбаев шуды көтеріп, мемлекеттік автомобиль белгілерін олар болуы керек жерге дереу қайтаруды талап етті. Бұйрық орындалды. Алайда Нұртай Әбіқаев бір жерге қоңырау шалып, осы қоңыраудан кейін ведомстволық автономерлер Әбіқаев пен Жұмахановқа қызмет көрсететін лимузиндерге қайтарылды. Айтпақшы, біздің дерек көздерімізге сәйкес, бұл екі адам қазір миллиардер Владимир Кинге жұмыс істейді, және одан айына шамамен $10,000 жалақы алады. Бұл солай ма, жоқ па, біз нақты білмейміз. Бірақ мемлекеттік автономерлерге келетін болсақ, бұл ақпарат ООХ қызметкерлері арасында кеңінен таралды және олармен белсенді талқыланды. Пенсия толығымен жабылды. Қазақстандықтардың зейнетақы қорындағы жинақ ақшасын инфляция жұтып жатыр. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы БЖС қаражат 9 айда 53%-ға өскен. Ал ресми дерек бойынша, осы кезеңдегі инфляция мөлшері 194%. Инфляция көрсеткішінің есептелуі де даулы мәселе. Сарапшылар үкімет манипуляция жасап, деректерді бұрмалап көрсетуі мүмкін деп санайды. Қазақстанда мемлекет зейнетақы қорын инфляция деңгейінде ұстап тұруға кепілдік береді. Яғни, теория жүзінде салымшылар қаржысы сатып алу қабілетінен айырылмауы керек. Бірақ бәрі біз ойлағандай оңай емес. БЖС міндеттемесін орындамаса, мемлекет жетпеген қаржыны бюджеттен қайтарады. Оған көп қаржы кетеді, бюджеттің бұған қалай төтеп беретіні түсініксіз. Тағы да ұлттық қордан ақша алатын шығар. Жақында ғана мемлекет жыл бойы депозиттегі ақшасын ұлттық валютада сақтаған азаматтарға 350 миллиард теңге өтемақы аударғанын ескерсек, жағдай қиын. Бюджеттің түбі тесіліп қалмаса болар еді дейді экономист Елдар Шамсуддинов. Елдің қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Қазақстан әлемдегі зейнетақы қорындағы ақшаның сақталуына кепілдік беретін жалғыз мемлекет дейді. Мемлекет зейнетке шыққан әр адамға инфляция әсерінен кеміген ақшасын қоса төлеуге міндетті. Бұл есеп арнайы формула бойынша жүргізіледі. Бірақ мәселе инфляцияның қалай есептелетінінде болып отыр. Мысалы, 2013 жылы бұл жүйе енгізілген кезде экономист Петр Свойк ұлттық банк төрағасы Григорий Марченконың мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры жұмыс істеген 14 жылда жалпы инфляция мөлшері 218, ал табыс көлемі 341 болды. Бұл қордағы ақшаға келген шығыннан 15 есе көп деген мәлімдемесіне күмәнмен қарап, шын мәнінде аталған мерзімде жинақталған инфляция мөлшері 1000%-ға жуықтайтынын айтқан. Экономист Елдар Шамсуддинов та инфляция көрсеткіштері қолдан жасалған болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Мысалы, 2018 жылы ресми инфляция 53% деп айтылған, ал шын мәнінде бұл көрсеткіш кемі 10% болған. Мемлекет инфляция көрсеткішін өзі қалаған мөлшерге өзгерте алады. Бұл нені бағалағаныңызға қарай өзгеріп отыратын манипуляция құралы. Бізде 518 тауар мен қызмет түрі бар. Айталық, бірнеше ай бұрын жалға алатын пәтер бағасы шарықтап кетті. Пәтер ақысы себеттегі ең маңызды бөлікті 25% құрайды. Олар кей тауарды өзара алмастырып отырады. Мысалы, алма мен алмұртты алайық. Алма 10%-ға, алмұрт 4%-ға қымбаттаса, өзара алмастыратын өнім ретінде алмұртты есептейді. Үкіметтің осындайы бар дейді Елдар Шамсуддинов.